Енді бізде екінші тақырып ол conjugation of verbs and adjectives. Кәріс тіліндегідей әртүрлі өзгере береді. Мысалы, кәріс тілінде жалпы кәріс тілінің сөйлемінде етістіктер және сын есімдер шақ, сыпайылық дәрежесі, пассив және causative формға байланысты, яғни мысалы, қазір түсіндіріп өтемін. Яғни әртүрлі формаға байланысты және сөйлеу мәнеріне байланысты өзгере береді. Сын есімдер мен етістіктер сөз түбірі және жалғаудан тұрады. Сөз түбірі және әрқашанда да деген формада жүреді. Ол да дегенді жалпы базалық форма деп санайды. Яғни ол да деген біздегі қазақша у, яғни мысалы бару деген етістіктер базалық формасы у мен жалғанады. Мысалы бару, келу, жеу, ұйықтау. Сіз етістікті базалық формасын жазатын болсаңыз, яғни изначальный формасын, ол у мен жазасыз. Сол сияқты кәріс тілінде де сондай базалық формасында, бірақ о емес, ол да деп жазылады. Яғни оны басқаша сөздік форма деп те атайды. Яғни сөздікте жазылған кезде сондай аударып жазылады. Енді бұл сөздер мысалы када болатын болса, жалпы када деген бару деген сөзді, оның сөздік түбірі ка, ал да деген жаңағы формасы. Ода келу, мокта жеу, ипта кию. Енді бұл сын есім мен етістіктер өзгерген кезде сөздің түбірі өзгермейді. Тек сол да деген, яғни жаңа бізде у деген сияқты, сол даның орнына басқа жалғау келеді. Бізде мысалы бару, барады, бармаймын, барғым келеді деп ары қарай өзгерте береміз ғой, сөздің түбірі бар деген қыдыру. Солай бізде кәріс тілінде де солай сөз түбірі өзгермейді. Енді мысалы қараңыздар. Мына жерде када деген етістікті алайық мысалға. Ка деген ол сөздің түбірі, да деген ол сөздің жалғауы. Бұның жалпы мағынасы бару деген сөз. Енді камнида деп жасайтын болса, када деген жерде мысалы даның орнын басқа форма ауыстырады деп айттық қой. Енді ка қалады мына жерде. Сонда мнида деген ол ресми сыпайы түрі, яғни камнида, яғни осылай айтасыздар. Енді мына жерде кашимнида деген тура сол үшеуінің бәрі бір сөз, яғни сөз түбірі бару дегендегі, бірақ енді осындай әртүрлі формада келіп тұр. Кашимнида деген када деген жаңа сөздің түбірі, ка деген сөздің түбірі, қосылған ши деген, яғни ол сыпайы, яғни бір үлкен кісіге қаратып айтылған кезде, және мнида деген ол жаңағы ресми сыпайы түрі. Сонымен үшіншісі касымнида, яғни бұл өткен шақты айтып тұр. Сонда ка деген жаңағы сөздің түбірі бару деген, ат деген ол өткен шақ, және де сымнида деген жаңағы ресми сыпайы түрі. Сонда касымнида деп сөз қараңыздар қалай өзгеріп кетті. Бір када деген сөздің өзі неше үш түрі бар. камнида, кашимнида, касымнида. Енді мына жерде мысалға сын есімді алайық. Сын есім чотта, яғни чотта деген ол жақсы деген сөз. Үш сөздің барлығы бір мағынаны, яғни бір түбірден алынған, бірақ үш түрлі формада. Міне, чосымнида деген жақсы деген сөз, бірақ жаңа чо деген біз сөздің түбірін алдық, және сымнида деген ресми сыпайы түр. Сонда біз жағдайыңыз қалай дегенде, чосымнида, яғни мен жақсымын деген сияқты солай жауап берген кезде, мысалы, көңіл күйіңіз қалай деп сұраған кезде, чосымнида, яғни жақсымын, жақсы деген жауап берген кезде осылай жауап бересіздер, ресми және сыпайы түрде. Чуасымнида деген, мысалы, өткен кеше қалай болды, кеше көңіл күйіңіз қалай болды, немесе кеше ауа райы қалай болды дегенде, чуасымнида, кеше, себебі was good, яғни өткен шақты. Чо деген жаңағы сөздің түбірі, ат деген өткен шақтың жалғауы, және де сымнида деген ол сыпайы түрі. Чоккесімнида деген ол жақсы болар еді, жақсы болатын сияқты деген сияқты. Чо деген жаңа сөздің түбірі, қосылған get, яғни get деген ол болжау жалғауы, және де сымнида деген ол ресми жаңағы сыпайы түрі.